бұл менде жатырдың төмен түсуі ма, әлде қынаптың қыртысты қабаттарының төмен түсуі ма? Жуынып келгеннен кейін қынаптың ішінде тұрған бүдірлі қабат сыртқары шығып тұрған сияқты ет сияқты көрініп тұрады. Бұл нәрсе неден? Витамин жетіспеушіліктен, ауыр зат жиі көтергендіктен, созылмалылығының бұзылуының әсерінен пайда болады. Себебі қынап үсіп тұрған күйінде, үлкен күйінде қалып қояды. Себебі өкінішке не только кіші дәрет, плюс үлкен дәреттің өзін дұрыстай алмайтындар бар, иә. Әрбір әйел ішу керек витамин D3. Кімде анемия бар, соны емдеу керек. Қайырлы күн, ассаламу алейкум, менің ең сұлу оқырмандарым. Бүгін сіздерге кезекті тақырып, ең күшті көпшіліктің сұранысы бойынша бұл менде жатырдың төмен түсуі ма, әлде қынаптың қыртысты қабаттарының төмен түсуі ма, әлде бұл разрывтың кесірінен бе, яғни менде жыртылған ет, жыртылған жер тіккен, соның әсерінен ба да. Осындай сұрақтармен бізге көп әйелдер сұрақ қояды. Жиі комментарий почти осымен толады да. Сол сұрақтарыңызға иншалла жауап аласыз. Ол үшін міндетті түрде маған лайк басуды ұмытып кетпеңіздер, подписаться етіңіздер осы каналға, және де сонымен қатар бұл видеоны сіздің дос құрбыларыңыз, дос жеңгелеріңіз бар ма? Яғни олардың бәрі білу керек. Бүкіл әйел адам білу керек. Неге? Себебі сіз оған айту, ескерту арқылы иншалла ол өзінің денсаулығын алдағы уақытта күтеді. Міне, күтімін жасайды деген ойдамын. Ендеше бізде жалғыз қынап қана төмен түспейді, яғни төмен түсу деген бізде жатырда төмен түседі. Яғни жатырдың төмен түсуі, мынау жатыр мойын үсіп тұратын болса, төмен түскен кезде ол былай ақырын шығып кетеді, иә. Тура солай қынапты. Қынап бізде осыдан жабылып тұрады, дұрыс па? Осыдан жабылып тұрған кезде либо біздің өзімізде разрыв болады босанған кезде, немесе бізде өзіміз босанбасақ, разрыв болмаса, оны специальный дәрігерлер жанына қарай қиғашынан кесіп жатады, иә? Не үшін? Себебі бізде қынап үсіп тұрған кезде, егер мына жерді кеспесе, өзі қолдан жасап былайынан немесе былай қарай да, ол не болады? Яғни ол үлкен дәрет жағын ректаль жаққа қарай жыртыла береді да, ары қарай бізде уже свиш пайда болуы мүмкін, немесе үлкен дәретімізді ұстай алмай қаламыз, сфинктердің жыртылуы болуы мүмкін. Міне сол себептен бұндай дәрігерлер өздері жеткізеді. Міне. Бұл қай уақытта? Біріншіден сізге толғақ кезінде дұрыс күшенбеген кезде, қынап өте әлсіз болған кезде, немесе узкий таз болған кезде, немесе баланың басы өте үлкен қадам басик болған кезде да. Ендеше қынаптың төмен түскенін қалай білуге болады? Сіз босанған әрбір әйел жуынып келгеннен кейін қынаптың ішінде тұрған бүдірлі қабат сыртқары шығып тұрған сияқты ет сияқты көрініп тұрады. И жоғары жағда тура содан ет сияқты көрініп тұрады. Осы түсіп тұрған нәрселер бізде көбінесе қынаптың жоғарғы немесе төменгі стенкаларының сыртқа шығуы деп аталынады. Бұл нәрсе неден? Витамин жетіспеушіліктен, ауыр зат жиі көтергендіктен, созылмалылығының бұзылуының әсерінен пайда болады. Себебі қынаптың ішінде қыртысты қабат қой бізде. Бұл қыртысты қабат деген не? Яғни жиырып тұрған нәрсе, иә. Сол жиырып тұрған нәрсе жыныстық қатынасқа дейін былайдан созылады. Созылғаннан кейін қайтадан қалпына келеді, иә. Босанған кезде тоже созылады, созылғаннан кейін қайтадан қалпына келеді. Получается, біздің мынандай ғана қынабымыз уже кішкентай ғана қынап бара осындай қайда созылады. Балам бар осынша ғой енді. Осы қайда созылады да 40 күннің ішінде осы қайтадан жайлап өзінің қалпына келу керек болады. Но өкінішке орай көп қыздарда бұл қалпына келмей қалады. Неге? Себебі қынап үсіп тұрған күйінде, үлкен күйінде қалып қояды. Себебі ол жердің қан айналымы өте әлсіз болады. Олар витамин ештеңе ішпейді, олар жаттығу деген мүлдем жасамайды да. Потом соңына қарай уже проблемалар басталады. Қынап жоғары жағда төмен түсіп кете бастайды уже кіші дәретті дұрыс ұстай алмайды, түшкіргенде күлгенде жіберіп қояды, немесе кіші дәретке шыққысы келеді ме, немедленно жүгіріп бармаса, ол уже тамшылата бүлдіріп қоюы мүмкін да. И қазіргі таңда өкінішке не только кіші дәрет, плюс үлкен дәреттің өзін дұрыс ұстай алмайтындар бар, иә. Яғни бізде свиш пайда болады. Свиш деген не? Қынаптың тура астында үсіп тұрған бізде не бар? Үлкен дәреттік ректаль тікшек бар, иә. Тікшек не дейді? Мына екеуінің арасы жыртылып тесіледі. Мұны жұқарады ғой, бұл созылған сайын жұқарады ғой. Созылған сайын жұқарғанда тесіледі де, ары қарай үлкен дәрет ошақпен шығып кете беруі мүмкін. Міне соны нәрсені айтады да бізде. Сондықтан жалпы бұл қынап сізде қалыпқа келіп отыратын орган. Сіз резинаны алыңыз да, например, резинаны үстіп тұрасыз, созып отырасыз, қайтадан қалпына жерде созып жіберіп, үстіп отырсаңыз сіз, бәрін созып ақырында бұны сөйтіп үзіледі, иә, резина үзіледі, дұрыс па? Тура сол сияқты, когда сіз қынабыңызды осылайынан созылып, қайтадан қалпына келтіріп, ол жерде біз қамтамасыз еткен қан тамырларды, капиллялардың бәрін оятпасақ, нерв талшықтарын оятпасақ, сол күнде қалып қалады. Ал кімде разрыв, оларда вообще ужас. Неге? Потому что тіккен жеріне сөйтіп өледі. Еттің бәрі өледі.
енді оларға восстанавливать керек. Любой, яғни кез келген операция болған жеріңізге шымшып көріңізші. Мен аппендиц болған, сол жерде шымши беремін өзім. Вот шымшып көріңізші, операция болған жер. Ол жердің сезімталдығы өте аз. Неге? Себебі ол жердің тіндерін бәрін өлтіріп қойдық уже. Сол себептен. Сондықтан да біз бұл жерге бірінші орында күтім сіздерге ішу керек. Бұл әрбір әйел ішу керек витамин D3, витамин Е және де комплекс витамині В. Кімде анемия бар, соны емдеу керек. Бұны мен осы уақытқа дейін 5 жылдан бері Instagram жүргізсем, 5 жылдан бері айтып келе жатырмын сіздерге. Сондықтан дәл қазір сіз менің YouTube каналымда осыны естідіңіз бе? Значит, алып ішуіңіз керек. Қалай қандай дозировкада ішулерін білгілеріңіз келетін болса, онда сторизде бізде дозировкасымен бірге жазылып тұр. Пожалуйста, қарап отыруларыңызға болады. Ол үшін доктор Шишапарымды дәл осыдан Инстаграмға жазсаңыздар, бірінші оны міндетті түрде мен шығамын. Ендеше ақпарат барлықтарыңызға тиімді болды деген ойдамын. Түсінбеген сұрақтарыңыз немесе қандай да бір проблемаларыңыз болатын болса, онда комментарий жазсаңыздар болады. Қолдан келгенше, үлгергенше сіздерге жауап қайтаратын боламын. Барлықтарыңызға мың алғыс.